Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сансызбай Сарғасқаевтың Тәмпіш қара повестінен үзінді. Балалар, сендерге тапсырма. Эпизодтарды толықтырыңдар. Балалар, кеттік, асық ойнайық. Жүріңдер, мектепке барып ойнайық. Кел, танысайық, менің атым Шаншатай. Ертай суретті жақсы салады. Сен айтқан сөзіңде тұратын шығарсың, түнде моладан қорықпаймын деген. Әрине сөзімде тұрамын. Қорықпаймын. Бұлт арасынан сығалап күн сәулесі оқта текте маңдайыма қадалып көзімді еріксіз жұмдырады. Ертайдың дұрыс болса ғана берді. Екінші, одан кейін мен досым Шаншатаймен екеуінің арасында қарым-қатынас бір-біріне жақындайды. Дос, екеуі достар еді ғой. Қазір бір минут қайда дүниеге келді. Қашан келді? Мына жерге қандай шығарма десе дүниеге келді. Қаш келді жаңа. бір-біріне қарама-қарсы Шаншатайдың арқасында Иманбектің тәрбиесі тікеледі. Басты келген Ертай Шаншатаймен дос, Иманбекпен жоқ. Ертай Иманбектің кесімен қалайтын. Басты келген Ертай Шаншатай Ертайдың жақын досы. Бірінші топ жұмыс айтып қойдық уже. Автор Ертай арқылы бізге жақсы бала болды, әлімжет жазып алды. Бір ауыз сөзбен айтасыз ма? Қайшан айтасыз? Сол Шаншатайдың арқасында жақсы бала болған. Сондай болғаны болады екен, я? Ойындағысының бәрін айтып жазбақ, е? Қауын? Не айтқысы келді? Шығарма Тәмпіш қара. Тәмпіш қараның негізгі кейіпкері Ертай. Ертай мейірімді, адал, шыншыл, және ол жас пионер сурет. Бір адамның тепкелен бар. Себебі адамдардың жиынтығы топпен мысалы ақылдар, үздіктер, бағылар, топ, я ол жерде. Ал екіге келеміз. Образ дегеніміз. қырсық мінезі бар, ақылы, ол пионер. Енді біз кейіпкерлерді тап қоямыз, оның Бейнесі дос болуға шақырады. Ертай Шаншатаймен дос. Ертай бұзушылыққа бейімдеген. Шығарма Тәмпіш қара. Автор Сансызбай Сарғасқаев. Бейнесі Ертай. Адал, жақсы дос, мақтаншақ. Ертай Шаншатаймен жүргеннен бастап жақсара бастады. Жас пионер. Суретші тез шешім қабылдайды. Шығарма Тәмпіш қара. Автор Сансызбай Сарғасқаев. Бейнесі Ертай. Адал, шыншыл, ерке суретші Шаншатайдың арқасында мейірімді, жақсы қасиеттері ашылды және жас пионер. Еркекті тоққа қайырымдылыққа адам беремелі, және де Ертайды адам кешілікті тәрбиелейді. Және де Шаншатай Ертайды есебізді болған бетті сонымен қатар Иманбек Гүлзада деген балаларды тәрбиелейді. Еремет ақылдың суретшісі. Шығарма Ертай бейнесі Ертайды ерлігі алды. Ертай суретші Шаншатаймен дос, өте арманшыл, ол пионер. Жақсы Шығарма Тәмпіш қара. Автор Сансызбай Сарғасқаев. Бейнесі Ертай Шаншатайдың досы, суретші арманшыл, ақылды, мақтаншақ. жас пионер.
суретші, білімді, шыншыл бала. Керемет. Шығарма тәмпішқара автор сансыз байсарға сай бейнесі ертай суретші адал шыншыл мұқтаждық білімді. Шығарма тамшықара авторы Сансызбай Сарбасбай, бейнесі ертай. Ертай өнерлі суретші ақылы. Кейде бір нәрсенің байыбына бармай шешім қабылдайды. Көзін елестесеңіз ал мен барлық нәрсе сіздің ойыңыздағы бола бермейді. Сіздің прям ойыңыздағы тура келмейді. Жан-жағымен тура шыншылдайды. Точно, ладно, точно. Не пиши мне слайды. Точно, суретін саламыз. Кетті саламыз. Жанына сол кездегі тамдар қандай еді? Бір-біріне әшейін төбесі тегіс сондай бір там сақтаңдар жанына. Бір жағының адам. Сүреміз көрінен өсіреді. Тапсырма. Шығармадағы автордың бейнесін анықтаймыз. Рефлексия жасағала үйге тапсырма. Кейіпкерге хат жазамыз. Рефлексия. Мақал мәтел. Ешкімнің сұрағы